Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге ең керемет деген компоттардың бірін жасайтын боламыз. Кейбіреулер абрикосовый фанта деп жатады. Ал маған негізі кішкене минералка қосып ішсең бұл компотпен тура спрайттың дәміне ұқсас келеді. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Қалай жасалатынын соңына дейін көріп шығыңыздар. Ол үшін бізге осылай сары өрік, апельсин және лимон керек болады. Осыларды алдын ала жуып шайып, содамен кішкене қалдырдым. Негізі содамен сірке суын қосады. Ал енді банкаларымызды содамен жақсылап жуып шайып, осылай стерильдеп аламыз. Мен 2 литрлік банкіге жасайтын боламын. Әр банкаға мен 8 дана сары өрікті салдым, яғни ортасындағы дәнегін алып салдым. 8 дана есептей беріңіз, сонда 2-ге бөлінсе 16 дана осылай салып шығасыздар. Енді үлкен апельсиннен бір данадан салып шығамын, және де лимоннан егер кішірек болса біреуін, ал егер үлкенірек болса жарты тілімді салып шығамын. Миятамыздан әр банкаға бір үзімнен салып шығамыз. 2-3 салудың керек жоқ, миятаның дәмі ішірек болады, сондықтан да біреу салғанымыз жетеді. Енді сахарлап қайнаған суымызды құйып, бетін жауып, 20 минутқа қалдырып қоямыз. Апельсин мен лимонды турайтын кезде дәнегін міндетті түрде алу керек. Егер ол алынбаса, банка атылып кетуі мүмкін. Енді 20 минут өткеннен соң осы суымызды төкіп шығамыз, яғни төккенде қайтадан қайнатқан су ыдысымызға қайта құйып шығамыз. Менде арнайы осы ыдысты төгетін крышка қақпақ болған жоқ, сондықтан өзім қолымнан осылай тесіп жасадым. Суымыз қайнағалы жатқан сәтте әр банкамызға 200 граммнан шекер салып шығамыз. 2 литрге 200 грамм өте жақсы пропорция. Суымыз қайнағаннан кейін қайтадан банкамызға құйып шығамыз. Енді сахарлап қайнаған суларымызды құйып шыққаннан соң банкамызды осылай жабатын боламыз. Менде банка жапқыш осындай түрде. Осылай жабатын боламын. Жапқаннан соң банкамды арда беріде қимылдатып, қантын ерітіп, одеялға бір түнге орап қоямын. Мінекей менде арада 3 күн өтті. Менің банкам осылай болып тұр. Ешқандай атылмаған, ешқандай зақым тимеген. Осылай жасасаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын.